Қайырлы күн, ұстаздар. Біз бүгін Microsoft PowerPoint бағдарламасы арқылы ұяшықтар жасайтын боламыз. Бұл ұяшықтар викторинаға арналған. Ол үшін бірінші вставка арқылы создать слайд батырмасын басамыз. Бұл жерде біз өзімізге керекті ұяшықтарды, сұрақтарды дайындап алуымызға болады. Оны таблица арқылы жасап аламыз. Мен бірден жасадым. Бізде міне 4 категориялы сұрақтар болады. Әр категорияның өзінің балдары берілген. 10-нан бастап 40-қа дейін болады. Категорияларды дайындап шықтық. Одан кейін енді бізге әр сұрақтың 2 страницадан болатын сұрақ және жауабы болу керек. Ол үшін біз вид батырмасын басамыз. Осындағы батырманы басып, образец слайдов деген кнопканы басамыз. Ол мында тұр. Басып болғаннан кейін өзіміз вставить макет деген батырманы басамыз. Бұл батырманы міндетті түрде переименовать етеміз. Ол вставить макеттің жанында тұр. Переименовать еткен кезде бұл бізде сұрақ деген атауы сұрақ болады. Яғни қазір слайдты қойған кезде біз бұны жеңіл табамыз. Мында тұрған сөзді өзгертеміз. Образец заголовка деген сөзді сұрақ деп өзгертеміз. Бұл жерде сіздер сұрақтың жаңағы қандай шрифтта жазылуын, қандай көлемде жазылуын өздеріңіз таңдап аласыз. Үлкенірек түсінде таңдап алуларыңызға болады. Мысалы, мен қызыл түсті таңдаймын. Одан кейін біз енді бұл жерге кнопка дайындауымыз керек. Бұл кнопка арқылы біз сұрақтың жауабын көретін боламыз. Бұл жерде фигураға кіреміз. Осы жерде ең астыңғы жағына түсеміз. Управляющий кнопки деген ең төменгі жағында тұр. Сондағы іші бос тұрған управляющий кнопка пустой деген батырманы басамыз. Басып болғаннан кейін осылай фигураны саламыз. Салған соң ол жерде перейти нет деген нүкте тұр. Сосын перейти по гиперссылке. Осы перейти по гиперссылке деген батырманы басатын боламыз. Бастық. Одан кейін осы нүктеміздің атауын изменить текст. Атауын өзгертеміз, яғни жауап деп. Бұл батырманы басқан кезде біз білеміз жауаптың көрінетінін. Жырмен қалуымызға болады. Жақсы, осымен сұрақтың слайды аяқталды. Келесі, енді тағы бір, осыдан кейін образец слайдовта тағы бір вставить макет деген кнопканы басамыз. Бұл переименовать етеміз. Міне вставить макеттің жанында тұр. Переименовать еткенде бұл бізде жауап макеті болады. Яғни біріншісі бізде сұрақ болды, ал мынау жауап. Мында ортасына жауап деп жазамыз. Бұның да сіздер көлемін, шрифтісін өздеріңіз таңдап алуларыңызға болады. Түсін өз қалауларыңызда. Мен мысалға жасыл түсті қылдым. Енді біз жауапты балалар сұраққа жауап беріп, жауабын алғаннан кейін міндетті түрде бастапқы бетіне көрсету гиперссылка дайындайтын боламыз. Оны вставка батырмасын басамыз. Текстовое поле деген текст жазамыз. Яғни мен оны алдыңғы бет деп жазамын. Яғни немесе бастапқы бет. Бастапқы бетке оралатын батырма. Бұның да көлемін бірден өздеріңіз таңдап алуларыңызға болады. Үлкен, кіші. Бастапқы бет деп жазып болған соң, осылай оны өзімізге қоршап аламыз, бастапқы бетті мышкамызбен. Одан кейін мында гиперссылка деген батырма тұр. Оң жағын басқан кезде шығады. Гиперссылканы басамыз. Басып болған соң, ұяшықтар бар, бұл бетте емес, слайд 2. Яғни ұяшықтар тұрған бетке оралады. Яғни әр сұрақты жауап бергеннен соң, осы бетке оралып отыратын болады. Окей кнопкасын басамыз.
біздің сұрақ және жауап макетіміз дайын болды. Образец слайдов басамыз қайтадан. Мында закрыть образец деген қызыл X кнопкасы тұр. Соны басып шығып кетеміз. Міне, біз қайтадан өзіміздің бастапқы бетімізге оралдық. Енді әр сұрағы мен жауабын дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы біздің дайындаған слайдымызды астына түсіреміз. Міне вставка. Бізде сұрақ бар. Сұрақ слайдын түсіреміз. Және тағы да вставка слайд, создать слайд дегеннің кнопканың астында жауап дегені бар. Міне жауап. Жаңағы екі біздің жасаған макеттеріміз. Енді әр сұрақ бізде 10-нан 40-қа дейін 4-те 4. 4-те 4 болғандықтан бұл бізде 16 жауап, 16 сұрақ болу керек. Осы екі слайдты копировать етеміз, яғни копировать етіп, вставить батырмасы арқылы қоямыз. Яғни Ctrl-V батырмасын бассаңдар тез болады. Бассаңыздар. Бұл бізде 16 болса, 32 кешіріңіздер, және менің бастапқы екі бетім бар, ол 34. Яғни мен 34 бет слайдты шығуым керек. Міне 34 бетті қойып шықтым. Енді әр сұрақты басқан кезде бізге енді келесі әрекетіміз, әр кнопканы басқан кезде бізде сұрақ шығу керек. Ол үшін біз бірінші гиперссылка создавать етіп аламыз. Міне сұрақ, ол үшін міне сұрақ пен жауаптың бұл сұрақ қай категорияға жатады? Бірінші категория. Яғни барлығы бірінші категорияның сұрағы, жауабы. Міне бірінші категорияның сұрағы және жауабы. Бұл 20, бір категория 20, мынау бір категория 20-ның жауабы. Келесі бірінші категория 30 сұрағы, бірінші категорияның 30-дың жауабы. Бірінші категория 40-дың сұрағы, бірінші категорияның сұрақтың жауабы. Қойып шықтық, яғни ұстаздар сіздер осылай барлығын өздеріңіз категорияға бөліп, өздеріңіз қойып шығуларыңыз болады. Ол көп уақыт алмайды. Енді мен тек бірінші категориядағы 10, 20, 30, 40 деген сұрақтарды гиперссылка арқылы сіздерге көрсетейін. 10-ды осылай өзіміз аламыз. Мышкамыздың оң жағын басамыз. Гиперссылка батырмасын басып, категория 10, яғни 10-ның біз сұрағын таңдап алдық. Келесі, тек қана сұрақтар таңдаймыз, бұл жерде жауап таңдамаймыз, тек қана сұрақтар. Гиперссылка, категория 10-ды біттік, одан кейін 21-ші категорияның сұрағы. Жаңа сұрақтар қызылмен, жауаптары жасылмен болған. Естеріңізге сала кетейін. Тек қызылмен тұрғанды ғана таңдаймыз, яғни сұрақтарды ғана таңдап аламыз. Гиперссылка арқылы келесі 30 міне қызылмен тұрғанды таңдап алдық. Бұл яғни сұрақ бізде. Және соңғы 40-ты тура солай гиперссылка арқылы 40-тың бірінші категориясындағы сұрақты таңдап аламыз. Енді ұстаздар барлығын қойып шыққаннан кейін, сіздер шатаспай қойып шығуларыңыз қажет. Қойып шыққаннан кейін біз, міне мен жаратылыстану 4-ші сынып, 1-ші тоқсан бойынша, өсімдік тарауы бойынша сұрақтар бар. Тест сұрақтары, мен оны тек викториналық сұрақтар ретінде де пайдаланып өткізуіне болады. Қандай өсімдіктердің мүшелері болмайды. Ол бірінші категория 10 балдық сұраққа кіреді. Мен сұрақты қойдым. Енді оның жауабын астыңғы слайдқа қоямын. Яғни төменгі сатыдағы өсімдіктің мүшелері болмайды дегенді. Міне қойып шықтым. Қазір осылай барлық сұрақты қойып шығып, соңғы нәтижені көрсететін боламын. Жақсы ұстаздар, мен міне өзімнің сұрақтарымды орналастырып шықтым. Енді слайдыңызды балалар көруге қызықса десеңіздер, онда переходы қосуға болады сіздерге. Бұл жерде, мысалға, переходыйдың түрлері көп. Мысалы, мен бұл жерде
блеск деген переходыйды таңдаймын. Применить ко всем деген міне мұндағы батырманы басамыз. Сонда барлық сайтта осы переход шығатын болады. Енді өзіміз жаңағы қорытындылап сайтымызды көріп шығуға. Мысалы, мұнда тақырыбыңыз шығады. Келесі бетте яшықтар. Енді мен жаңа бірінші категорияларға гиперссылка қойғаннан кейін астыңғы жақтары санының асты сілтеп тұр. Мысалы, 40 деген бірінші категория 40-ты таңдайды бала. 40-ты таңдағаннан кейін сұрағы: өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? Бала жауап береді, немесе сіз жауапты көру мақсатында жауап батырмасын басасыз. Төменгі және жоғарғы деген жауабы шығады. Бастапқы бетке ораламыз, бастапқы бет батырмасын басамыз. Міне жауап берілген біздегі жаңағы батырмамыз, сандарымыз қызыл түске боялды. Келесі 20 сұрағын аламын. Төменгі сатыдағы су өсімдігін тап. Бала жауап береді. Жауабы дұрыс болу мақсатында тексеріле ме, әлде қателігін тексеру үшін бе жауап батырмасын басамыз. Яғни ол балдыр. Бастапқы бет батырмасын басып, бастапқы бетке көруге болады. Сонымен ұстаздар, бүгінгі яшықтар, Microsoft PowerPoint бағдарламасында яшықтар жасау сабағы сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Барлығыңыздарға көп рахмет. Сау болыңыздар.